Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, сіздермен Мегагласс компаниясы. Бүгін біз көзге арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Бірінші жаттығуда мына түрлі түсті дөңгелектен көз алмаңыз. Дөңгелек қайда барады, сонда қараңыз. Мойныңызды қозғалтпаңыз, тек көзіңіз қозғалсын. Осы арқылы көздің қан айналымы жақсарып, көзіңіз өте жақсы жұмыс жасайтын болады. Жалпы көзге арналған пайдалы кеңестерге айтатын болсам, бірінші кеңес: көздің дұрыс гигиенасын сақтаңыз. Көзді қолмен уқаламаңыз. Қолда жиналған бактериялар инфекция тудыруы мүмкін. Контактілі линзаларды тазалап, дұрыс қолданыңыз. Линза киетін арнайы ерітінділермен күтім жасау керек. Тамаша, мен сіздің жасай алатыныңызға толықтай сенгенмін. Ал мына жаттығуда тік қарап тұрсаңыз ғана жеткілікті. Айтпақшы, су ішу режимін сақтаңыздар. Күніне 2 литрден кем су ішпеңіздер. Себебі ағзаңыз суды талап етеді. Ал ағзаңыздың барлығы бір-біріне байланысты екенін ұмытпаңыз. Көз дәрігеріне уақытылы қаралыңыздар. Жылына 1 рет кемінде қаралсаңыз да жеткілікті. Ал егерде бір мәселе туындаса, бірден қаралғаныңыз жөн. Енді мына әр жерден шығатын сары шеңберден көз алмаңыздар. Шеңбер қайда тұрады, сонда қараңыздар. Алғашында баяу болып көрінеді, сосын жылдамырақ болады. Ал енді пайдалы кеңестерімізге көшсек, есіңізде сақтаңыздар. Телефон, телевизор, компьютерлерді өз уақытымен қолданыңыздар. Көзіңізді табиғи жолдарымен демалдырыңыздаршы. Көзді тым болмаса 1 минут жұмып тұрып демалыңыз. Өзіңізді күтіңіз. Табиғатқа серуендеуге шығыңыз. Ашық аспан, табиғатта көбірек уақыт өткізсеңіз, өзіңізге барынша пайдасын тигізеді. Кешкі аспанға қарап, жұлдыздарды бақылау да көзге өте пайдалы. Қорытындылай келе, көзіңіздің саулығы күнделікті әдеттеріңізге байланысты. Дұрыс тамақтану, көз жаттығулары, экранмен жұмыс режимін сақтау және көз гигиенасына мән беру арқылы көз қабілетін ұзақ жылдар бойы сақтауға болады. Сонымен сіздермен болған біз, Мегагласс компаниясы. Хош, саламатта болыңыздар.